басына іс түсіп, ауыртпашылықта, қиындықта өмір сүріп жатқан бауырларыма айтар едім. Уайымдамаңыз, сары уайымға салынып, шайтан лағнетінің азғыруына алданып, үмітсізденіп отырып қалмаңыз. Тұрыңызда алға қарай қозғалыңыз, әрекет жасаңыз. Бұл қиындықтан Алла Тағала сізді жақын арада міндетті түрде алып шығады. Әрбір қиындықтың артында бір жақсылық күтіп тұр. Кішкене сабырлық керек. Әрбір ойламаған жерден келген жақсылықтың артында бір сынақ бар. Дайын болу керек. Қараңызшы, сізде сондай уақыт келеді әлі. Мен де осылай қиналған едім, құтыла алмайтын шығарым деп ойлап едім. Алла Тағала мені бұл қиындықтан да алып шықты ғой, деп айтып отыратын уақыттар келеді әлі. Алла Тағаланың Құрандағы аятына мән бермейміз бе? Инна мa'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Қараңызшы, әрбір ауыртпашылықтың артында бір жеңілдік бар. Әрбір, расында қайталап айтады Алла Тағала, расында әрбір ауыртпашылықтың артында бір жеңілдік бар. Өзі бұл дүниеде бір жетістікке жетудің өзі оңайлықпен келмейді ғой, қиналу керек адам, шаршау керек, жұмыс істеу керек деген сияқты. Әрбір сіздің қиналған уақыттарыңыз бұл Алла Тағаланың алдында біріншіден сауап болып жазылады. Екіншіден, осыған кішкене сабыр қылсаңыз, артында үлкен жақсылық күтіп тұр. Біз сабырсыздан сөйлеп қоятынымыз бар ғой. Мен неге осындай, анау деп бір басқа адамдарды мысалға келтіріп жатамыз. Сіз ол адамның өмірінде сыртын қомпайтып көрсеткенімен, ішінде не болып жатқанын білмейсіз ғой сіз. Мүмкін ол адамның жағдайы сізден де нашар шығар. Дүнияуи болмаса, рухани жағынан. Ал қараңызшы, біз кейбір адамдарға қызығамыз. Бір ойламаған жерден бір табыс келеді бір адамға. Біз сол қызығып, осы сияқты болсам деп қарап отырамыз ғой. Қараңыз. Жаңағы аяттың түсінігінде не дейді? Әрбір ауыртпашылықтың артында бір жеңілдік бар еді ғой. Енді ойламаған жерден келген бір жақсылықтың артында үлкен сынақ бар. Сынақтың ең үлкені, ағайындар, о дүниені қайттан жоғалтып алу емес, о еш нәрсе емес. Ең ауыры, бір үлкен дүниеге, үлкен табысқа қол жеткізген кезде адам жүрегін бұзып алуы мүмкін. Мен жүрекке тәкаппарлық кіруі мүмкін. Мынау келген дүниеге, Алла Тағаланың берген дүниесіне меніңкі деп ойлап қалып, адамның жүрегінде сен менен төменсің, мен сенен жоғарымын деген сияқты жүректе тәкаппарлық оянып кетуі мүмкін. Ал ағайындар, бай адам жәннатқа кірмейді деген жоқ. Кедей адам жәннатқа кірмейді деген нәрсе жоқ. Бірақ тәкаппар жәннаттың иісін сезбейді деген нәрсе бар. Сол үшін ағайындар, мына дүниеде кішкене ғана Алланың берген сынағы, ол сіздің әрбір басыңызға түскен ауыртпашылық, мынау дүниеде сіздің күнәларыңызға кафарат деп түсініңіз. Әрбір қиындық күнәңіздің кешірілуіне себеп болатын нәрсе.